Сіздерге біз бүгін эфир майын істеп жұмыс барыстарын көрсетеміз. Бұл әдіс бізде экстракциялау әдісі болады. Бұны біз лимон мен апельсинді спиртке мейлінше батырып, бір апта бұрын жасап кеткен болатынбыз. Енді біз бұны жалғастыратын боламыз. бұл жұмыста біз апельсиннің қабықтарын қарап алып, табақшаға салып, мейлінше спиртпен батырып, бір аптаға қараңғы шетке қойдық. Лимонды да дәл сондай қылып істедік. Қазір біз фильтрмен өткіземіз. Фильтрден өткізіп, су моншасына қойып, эфир майын шығаратын боламыз. Бізде бұның ішінде спирт болады. Су моншасына қойған кезде спирт ауаға ұшып кетіп, бізде эфир майы пайда болады. Енді біз бұны су моншасына салатын боламыз. Енді бұны қайнату барысында, қайнаған кезде спирт ауаға ұшып, бұл біздің эфир майымызға айналады. Міне бізде келесі эфир майымыз дайын болды. Бұл бізде лимон майымыз. Бұны өзіміздің арнайы ыдысына құямыз. Біздің лимон майымыз дайын. Бізде мектеп жағдайында бүгін сабын істеуді көрсететін боламыз. Бұл бізде сабын негізі, қазір бұл сабын негізін су моншасына қоятын боламыз. Бізге керек құрал-жабдықтар. Бізге керек құрал-жабдықтар әртүрлі формулалар, қосымша краскілер, сары және қызыл түсті, әдемілік үшін кептірілген жемістер және сабын негізі жасалынған эфир майлары. Сабын негізі еріді. Қазір бұған эфир майымен краска қосып, сабын формуларына құятын боламыз. Қосып, сабын шығаратын боламыз. Мына бізде лимон эфир майы. Осыны краскамен сабын негізіне қосатын боламыз. Лимон формасына құятын боламыз. Бізде лимон формасы дайын. Бұны біз суық жерге қоямыз. Ал енді форма ачықларға құятын боламыз. Құйып алып, безендіретін кептірілген жемістерін құятын боламыз. Қойған соң қайттан толтыратын боламыз. Біздің сабынымыз дайын. Сонымен біздің мектеп жағдайында сабын жасау жұмысымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.